Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Өмірде шектеу жоқ, Ник Вуйчич. Кіріспе. Менің атым Ник, жасым 27-де. Аяқ-қолсыз дүниеге келсем де тағдырыма өкпем жоқ. Адам баласын арманға жету жолында сенімі мен үмітін, махаббаты мен батылдығын қару етуге үгіттеймін. Бұл кітапта өз өмірімнен сыр шертемін. Әрине, кейбір сынақтар менің маңдайыма ғана жазылды, дегенмен оның бірқатары сізге де жат емес. Басқа түскен қиындықты жеңіп, проблемаңызды шешу үшін сізге жігер бергім келеді. Өміріңіздің мәнін тапқаныңызды қалаймын. Себебі өмір адам баласына берілген ғажап сый. Өмір көбіне бізге әділетсіз болып көрінеді. Қиын кезеңдер мен күрмеулі сәттер көңілімізде күдік ұялатады, қорқытады. Бұл маған өте таныс жағдай. Бірақ Інжілде кез келген қиындыққа тап болғанда одан кіршіксіз қуаныш таба біл деп жазылған. Мұны ұғыну үшін маған көп уақыт қажет болды. Енді оны жақсы түсінемін. Өз тәжірибеме сүйене отырып, сізге өмірдегі ең қиыны өзіңді түсіну және басқаға қол ұшын беру екенін айтқым келеді. Менің ата-анам дініне берік христиандар. Алайда дүниеге келгенде ұлының не қолы, не аяғы жоқ екенін көргенде Құдайға мұндай баланы не үшін жаратты деп күмән келтіріпті. Алғашында мен сияқты баланың үміті де болашағы да жоқ деп түңіліпті. Мені енді толыққанды қалыпты өмір кеше алмайды деп ойлаған екен. Алайда менің қазіргі өмірім әлде қайда жақсы. Бір кездері мұндай өмір туралы тіпті армандауға да қорқамын. Күн сайын адамдармен телефон, электронды пошта, хабарлама, әлеуметтік желі арқылы сөйлесемін. Қонақүйде, әуежайда, ресторандарда адамдар мені қаумалап алады. Мені құшақтап өмірлерін өзгертуге көмектескенімді айтады. Бұл жаратқанның шексіз сыйы. Мен сондай бақыттымын. Маған берген сынақтың жай ғана ауыр жүк емес, тағдыр сыйына айналатынын, мүгедектігімнің басқа жандармен араласуға, оларға қолдау көрсетуге, жабырқау жанына жұбаныш әкелуге мүмкіндік беріп, адам сенгісіз жетістіктерге жол ашатын ата-анам да менде ең бір асқақ армандардың өзінде де елестетіп көрмеген едік. Өмірім оңай емес, бірақ мені жақсы көретін туысқандарым бар. Құдай маған нұрлы ақыл, жүрегіме шынайы әрі терең сенім ұялатты. Сіздерден ештеңе жасырмай, басына өткен ауыр кезеңдерден кейін сенімнің қалай орнығып, өмірдің мәнін қалай түсінгенімді айтып беремін. Жас өспірім кезімде бұл бәріміздің болашағымыз туралы ойлай бастайтын кезіміз, өмірден түңілген сәттерім де болды. Ешқашан қалыпты адам бола алмайтындай көріндім. 12 мүшемнің басқадан еш айырмашылығы жоқ деп өзімді алдау мүмкін емес еді. Басқа балалар сияқты жүзуге, скейтбордпен сырғанауға тырысатынмын, бірақ мен үшін қиынға түсетін дүниелердің көп екеніне көзім жете түсті. Қатыгез балалар мені құбыжық деп атайтын, араласқылары келмейтін. Ал мен өзімді қатардағы бала ретінде сезінетінмін, бәрімен тең болғым келетін. Бірақ бұл менің еркімдегі дүние емес еді. Балалармен достасқым келетін, бірақ ешкім маңыма жақындамайтын. Қатардағы бала болғым келетін, бірақ қолымнан келмейтін. Шақшадай басым шарадай болды. Жүрегім езілді. Тұңғиыққа баттым, өзімді бақытсыз сезіндім, өмірдің мәнін көрмедім. Жақындарымның мойнына ілінген артық жоқ екенімді ойлап қайғырдым, санамда жаман ой шырмады. Қасымда туысқандарым болса да өзімді жалғыз сезіндім. Бірақ мен қателескен екенмін. Сұрықсыз балалық шағымда ең көп жақсылықты туысқандарымнан көріппін. Бірақ ол кезде мұны түсіндім бе, сезіндім бе? Жоқ. Ол жайында айтсам білмегенім, түсінбегенім бір кітапқа арқау болар еді. Мен сіздерге тағдыр тәлкегімнің екінші жағын көрсеткім келеді. Ол жағын көрсеңіз, бұрынғыдан да мықты әрі табанды боласыз, өміріңізді өзгертіп, өзіңіз елестете алмайтындай бақытқа кенелесіз. Егер бір нәрсені істеуге ниет пен құлшыныс болса, егер сол бір нәрсені Құдай қаласа, онда сіз міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Бұл өте маңызды.
Шынымды айтсам, өзім де бұған көп сене бермейтінмін. Егер интернеттен кездесулерімді көрсеңіз, мені қуаттандырып тұрған бақыт ұзақ жолдың нәтижесі екенін байқайсыз. Алғашында өзіме керек дүниенің ешқайсысы менде болған жоқ. Бойымда жоқ қасиеттерді мен біртіндеп жинадым. Маған шектеусіз өмір сүру үшін мыналар қажет еді. Өмірдің мәнін кәміл түсіну, шексіз үміт, Құдайға және оның шексіз мейіріміне сену, махаббат және өзіңді бар қалпыңда қабылдау, өмірге деген оң көзқарас, рух, өзгерістерге дайын болу, жылы жүрек, мүмкіндік іздеу, тәуекелді бағамдай білу және өмірге күле қарау, адамдарға қызмет ету. Кітаптың тарауларында осы тізімімді тарқатамын. Осы қағидаларды өмірде қолдана алатындай жазуға тырысамын. Бұл кітап арқылы сізге Құдайдың шексіз мейірімді екенін айтқым келеді және өмірге сол мейірімнен қор қалмасаңыз екен деймін. Егер сіз күн сайын өмір үшін күресетін жандардың бірі болсаңыз, менің де өмірімді бір ойлаңыз. Өмірдің мәнін түсініп айқын мақсат қою арқылы ғана мен осы күнге жеттім. Әр адам өмір жолында түрлі қиындықтарға тап болады. Сүрінеді, құлайды, тұруға дәрменім жоқ деп ойлайды. Бұл маған таныс сезім. Көбімізге де таныс сезім. Өмір күрделі құбылыс. Қиындықтарды жеңген сайын біздің күшіміз арта түседі. Сондықтан жаңа мүмкіндіктер сыйлаған Құдайға алғыс айтқанымыз абзал. Адамның өз айналасына қалай әсер еткені және өмір жолын қалай аяқтағаны маңызды. Мен өз өмірімді қалай бағаласам, сіздердің де өмірлеріңіз сондай құнды деп білемін. Біздің алдымызда ғажайып мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктердің есігін бірге қағамыз ба? Адамның өз айналасына қалай әсер еткені және өмір жолын қалай аяқтағаны маңызды. Бірінші тарау. Ғажайыпты күтуге шамың жетпесе, өзің жаса. YouTube каналымда скейтбордпен сырғанап, суда серфинг жасағаным, музыкамен шұғылданып, гольф ойнағаным, құлағаным, қайта тұрғаным, адамдармен еркін араласып жүргенім жайында түсірілген видеолар бар. Солардың ішінде атақты тұлғалармен пікірлесіп, әңгімелесіп тұрғанымды да көресіз. Бұл дені сау адамға қарапайым нәрсе болып көрінеді. Солай емес пе? Онда неге видеоларының көрілімі миллионнан асады? Себебі мүмкіндігім шектеулі жан болғанына қарамастан шекарасыз өмір сүріп жүрмін. Жұрт мүгедектерді қайратсыз, ашушаң, тұйық жандар деп ойлайды. Олай ойлайтындарды өзімнің өмір сүру салтыммен таңғалдырғанды ұнатамын. Белсенді, тіпті кейде экстремалды өмір сүремін. Видеоларыма жазылатын жүздеген пікірлердің арасынан жарымжан жігіттің бақытты екенін көргенде ойланып қаламын. Аяқ-қолы жоқ мына бейбақ бала өзім сондай бақытты сезінгенде олай ойлауға менің қалай дәтім барады деген жазбалар жиі кездеседі. Көріксізбін, сүйкімім жоқ, жолым болмады деген секілді жағымсыз ойлар маған қайдан келіп жүр. Ник бақытты болу үшін не істейсің деп те сұрайтындар өте көп. Бәлкім сіз де қандай да бір ішкі мәселеңізді шешу үшін күресіп жүрген шығарсыз. Сол үшін осы сұраққа жалпы жауап бере кетейін. Дене бітімімдегі кемшіліктерге қарамастан кіршіксіз ник вуйчист бола алатынымды шын түсінгенде бақыт деген осы екен ғой деп ойладым. Мені Құдай тек маған ғана арналған жоспарларына сәйкес жаратты. Әрине, мен кемелдікке жету үшін өзімді жетілдірудің қажеті жоқ дей алмаймын. Керісінше жаратушыға және әлемге лайықты қызмет ету үшін барынша кемелдену жолында күш-жігерімді аямаймын. Мен өмірімде еш шектеудің жоқ екеніне сенемін. Басыңызға қандай ауыртпашылық түссе де сіздің де дәл солай ойлағаныңызды қалаймын. Осы саяхатымызды бірге бастамас бұрын өзіңізге өзіңіз жазып тастаған шекаралар я басқа адамдар қойған шектеулер туралы бір сәт ойланыңыз. Енді соның бәрі бір демде ғайып болды делік. Өміріңіз қалай өзгерер еді? Сіз үшін ешқандай шектеу болмаса тағдырыңыз қандай болар еді? Мен нағыз мүгедекпін, бірақ соған қарамастан толыққанды өмір сүріп жүрмін. Ерекше жағдайым ерекше мүмкіндік те берді. Мен тағдырдың тәлкегіне түскен талай жанмен араласып жүрмін. Ал сіздің алдыңызда қандай мүмкіндіктер күтіп тұрғанын елестетіп көріңізші.
Арманыма қол жеткізе алмаймын, себебі ақылым аз, талантым жоқ деп әдетте өзімізге көңіліміз толмайды. Біреулердің пікіріне сеніп өз мүмкіндігімізді шектейміз. Бұдан асқан жаман нәрсе бар ма? Өзімізді шектеу арқылы Құдайдың бізге берген нығметін шектейміз. Ол бізді жаратты ғой. Жаратылысымыздың ерекше мақсаты мәні бар. Бекерден бекер жарала салған жоқпыз ғой. Өз армандарыңыздан бас тарту арқылы Құдайдың құдіретіне шек келтірген боласыз. Өз өміріңізді шектеу арқылы Құдайдың махаббатынан айырыласыз. Өйтуге әсте болмайды. Менде таңдау бар, сізде де таңдау бар. Қайғыға маланып тұмсығымыз тасқа тиіп мұңды өмір сүріп те жүре аламыз. Алайда әрқайсымыз кездескен қиындықтарды жеңуге тырысып, адасқан қателескен адамдардың әрекетінен сабақ алып, тәжірибе жинаймыз, өз бақытымыз үшін күресеміз және өз тағдырымызға жауаптымыз. Құдайдың басқа жаратылысы секілді сіз де ғажапсыз әрі құндысыз. Бүкіл әлемнің байлығына, тіпті одан да молына лайықсыз. Құдай әрқайсымызды белгілі бір жоспармен жаратты. Біздің негізгі мақсатымыз қолдан келгенше жақсы адам болу, көкжиегімізді кеңейтіп ұлы істерді армандау. Жолыңызда әрқашан раушан гүлі жатпайды, солай болған күннің өзінде гүлді таптап өтуге болмайды. Өмір ғажап. Сізге айтарым, өміріңіз қандай болса да кеудеңізде шыбын жаныңыз барда оған өз үлесіңізді қоса аласыз. Мен сізбен қол алысып амандаса алмаймын, бірақ алаңсыз әңгімелесе аламын. Жолыңыздағы кедергі қандай күрделі болса да оларды жеңе аласыз. Жағдай қандай қиын болса да алдыңызда әрдайым жарық сәуле түсіп тұрады. Өзгеремін деген ниет адамды өзгертпейді. Жай ғана ниет аздық етеді. Адамды ниетпен қоса амал өзгертеді. Өмірдегі әр құбылыстың себебі болады. Ал әр себептің сәулелі тұсы бар. Осы айтқаныма өзім сенемін, өйткені менің өмірім соның негізгі дәлелі. Аяқ-қолы жоқ мүгедектің өмірінде нендей жақсылық болуы мүмкін? Қандай қиындықтармен бетпе-бет келгенімді және оларды қалай жеңгенімді мені танитын адамдар жақсы біледі. Кей адамдар менімен сөйлесіп шабыт алғысы келеді. Оларға сенім сыйлап, үміт отын жағып шабыт беруге тырысамын. Шабыт беруге тырысамын. Менің бұл өмірге қосар үлесім осындай. Өз бағаңды білу өте маңызды. Сіз де өміріңізге өз үлесіңізді қоса аласыз. Дәл қазір қайғырып немесе өзіңізді кем санап көңілсіз күйде отырған шығарсыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Өзіңізді кем санау, өзіңізге көңіліңіз толмау талпыныстың бастауы. Өмірдегі қиындықтардың біздің шынайы болмысымызды ашады.